Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге жаздың күні әсіресе балалардың сүйіп жейтін балмұздағын жасап көрсетемін. Бұл балмұздақ құрғақ балмұздақтан және желеден дайындалады. Қалай дайындалатынын көргіңіз келсе, видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі сүт және осындай пачкадегі клубничный желе, әрі осындай пачкадегі құрғақ сливочный мороженое. Сүттің жоғары пайыздығын алыңыздар. Енді біз бір ыдысқа осындай клубничный желемізді салып аламыз да, үстінен қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырып, суығанша бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте кеңірек бір ыдысымызды алып, ішіне құрғақ балмұздағымыздың барлығын толықтай салып аламыз да, үстінен бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. 400 мл сүт жеткілікті. Енді осыны басында тек қана венчикінен араластырып аласыздар. Ары қарай миксермен араластыратын боламыз. Қол миксері болса, ұзағырақ уақыт кетеді. Әбден қою болғанша миксерлерін араластырасыздар. Құрғақ смеспенен сүтімізді араластырып алғаннан кейін толықтай суыған желемізді құямыз. Желені шетінен құя отыра миксерменен араластырасыздар. Бұл жерде көп араластырудың қажеті жоқ, тек қана құйған смесіміз біркелкі болғанша араластырсаңыздар жеткілікті. Міне осымен біздің желейный балмұздағымыз дайын. Осы араластырғанда қатты көпіршік болып кетсе, осылай бетінде көпіршігін осылай жайғастырып жіберсеңіздер, араластырып жіберсеңіздер болғаны. Енді осының бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 5-6 сағатқа қойып қатырып аламыз. Міне, құрметті көрермен, осымен балмұздағымыз дайын. Бұл балмұздақты авторы құрғақ сливкиден жасайды. Ал мен үйдегі бар құрғақ балмұздақтан жасадым. Онымен де өте әдемі, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл балмұздақты әдемі ыдыстарыңызға әдемілеп салып ұсыныңыздар. Ас болсын. Балмұздақтың үстін қалауларыңызша әрлеп берсеңіздер болады. Немесе мен сияқты осылай шоколадты теркадан өткізіп, немесе шоколадты ерітіп ұсынсаңыздар болады. Ал енді менің балаларымның пікірін тыңдап көріңіздер. Сейчас второй кусок. Холодный? 10, ой, миллион из 10. У меня не было вот этих посыпок. Было больше, чем миллион. Да? Троллях. Значит, эта посыпка тебе не понравилась? А Он шоколад не понравилось? шоколад понравился. Понравился? Ну вот. Мне больше желе. Кому надо сказать Мне спасибо? больше желе Спасибо, нравится. Мне больше желе нравится. Спасибо. М.